Anашım, мен келдім. Келдім. Қарның ашты ма? Кішкене ғана анашым. Қазір анда кетіп тұр. Мен оларды жинастырып алайыншы. Сосын екеуміз бірге отырып шай ішеміз. Аға жайдан киім ауысып келдім. Анашым, мен бүгін сабақтан 5 алдым. Молодец, Арманжан. Құлыным со. Қазір маған күндерін әкеліп тексек. Мен жұмысты бітіре берейін. Анашым, не болды сізге? Тұрыңызшы, анашым. Анашым, келіңіз, мына жерге отыра қойыңыз, анашым. Отырыңыз. Сізге не болды, бәрі дұрыс па? Не бар, жақсы бола. Қазір мен мына жерді жинашайын. Жоқ, жинама. Өзім жинайын. Басым сәл айналып тұрған әшін. Бар, күндерін әкеле қойшы одан да. Қазір. Неге, анашым? Молодец, ботамсың менің. Қошақаным. Жарайсың. Мен сен қатты жақсың. Мен де сіз жақсы көремін. Анашым, ертең мен өсейін, дәл осы қарқынмен 5-пен өсем. Сосын мен сізді көптеген елдерге апарып қыдыртамын, анашым. Тек сіз бақытты болыңызшы, анашым, жыламаңызшы. Маған осы айтқан сөздерінің барлығы бақытта келеді ғой. Жайт жүріңіз, анашым. Шай ішейік. Балам, неге шай ішпей отырсың? Әжем келсін. Әжеңді қайтесің, кейін өзгесің. Әжем келгенше шай ішпеймін. Болды, бар бөлмеңе. Әжеңді ішесің. Осының бәрі сенің анаңның кесірі. Бізбен бірге шай ішпей қойса болмай ма? Берекемізді асырды ғой тіпті. Не өстіріп жүре алмайды, ары-бері жетектеп жүру керек. Ей, сен неге олай дейсің? Ол кісі мені неге әкелген, әкемнің жоқтығын білдірмей өсірген кісі. Мен оның қарттар үйіне өткізе алмаймын. Ей, қара, Титик, сенің анаңды алайықта қарттар үйіне өткізейік. Сонда қалай, а? Шешеме тістегізбе менің анам сенің анаңа қарағанда жас әрі ешкімге масыл емес, өзі тұрып жүре алады. Арман, тыңдашы, біз екі жақтан жұмыс істеп, бала-шағамыздың болашағын ойлауымыз керек. Таңда өзіңде. Не анаңды таңдайсың, не мен таңдайсың. Айрама! О, анашым, келіңіз. Отырыңыз, өшіре отырыңыз. Шай ішіңіз, қалыңыз қалай? Жақсы, шүкір балам. Арманжан, мен бәрін естідім. Әрине, сендердің екеуіңді ұрысқандарыңды қаламаймын. Сендерді өсірдім, өндірдім, немере сүйдім. Енді арманым жоқ. Қарттар үйіне апарайын мен. Жоқ, анашым, неге олай дейсіз? Мен сізді қарттар үйіне апармаймын. Апара алмаймын. Сіз мені бақтыңыз, қақтыңыз, осы күнге жеткіздіңіз. Енді мен сізді қалай апарамын? Мен түсінесіз бе, мен екі оттың арасында қалдым. Тыңдаш, Арманжан, мен үшін сендер ұрысқандарыңды қаламаймын. Сондықтан уақытша мені қарттар үйіне апар. Жоқ, анашым, олай болмайды. Менің басым әбден оңды. Олай болмайды. Балам, әкеңді шайға шақырып жіберші. Әке, шай ішеміз кетіңіз. Отаға сау, анамыз кеткеннен кейін үйдің іші бір кеңейіп қалған сияқты ғой. Қандай рахат, шай ішіңдер. Айман, түсінші, мен бүгін түсімде анамды көрдім. Бәлкім сол кісіні қайтадан қарттар үйінен неге келеміз? Қойша, анам деп қоймадың ғой тегі, жүрген шығар. Балам, неге шай ішпей отырсың? Әжемім қайда, әжемді сағындым. Біз әжемді қарттар үйіне өткіздік. Ол қандай әжем? Балам, Ол демалыс орны. Әжем ол жақта демалып жатыр. Қандай рахат? Ақ шіркін, қашан тез өседі екенмін. не болды балам, қуаныштысың ғой? Мен де сіздерді өскен кезде қарттар үйіне өткіземін. Сіздер де сол жерде демаласыздар. Анашым, мен кейін шай ішемін. Әлі көрдің бе не болғанын? Ұшқанда, ұяда не болғанын? Ұшқанда соны істейді. Түсіндің бе соны?
Ақымақ басым-ай, неге бұлай еттім екен? Неге бұлай істедім екен? Сендей әйелге сеніп, мен не білдірдім, Мен не істедім соншама? Жап аузыңды! Осының бәрі сенің кесірің! Бәрі сенен болды! Ақымақ басым-ай! Арман, тыңдашы мен. Жап аузыңды! Анашым, әкешім, не істеп жатырсыздар? Арман, балам, қоя қой, бұл жерде ештеңе болып жатқан жоқ. Балам, біз негізінде сенің әжеңді, менің анамды қарттар үйіне апарып тастадық. Ол қарттар үйі деген, ол жер демалыс орны емес. Ол жер әке-шешесін баққысы келмейтін жиіркенішті адамдар. Не сонда сен әжемді баққыңыз келмей қарттар үйіне өткізіп жібердіңіздер ма? Жоқ, балам, тыңдашы, біз қазір әжеңді әкелеміз қарттар үйінен. Ол сенімен бірге тұрады, ол бізбен бірге өмір сүретін болады. Жүр. Тоқтаңдар, мен де Қал үйге! Амансың ба, Замандас? Аман, шүкір. Өзің қалайсың? Шүкір. Замандас, мен сенен сұрайын дегенім, бұл жерге неге келдің? Замандас, өткенді ойласам, жүрегім ауырады. Менің бір ұлым бар еді, одан да айырылдым. Кейін туысқандарым да тастап кетті. Мен бұл жерге өз аяғыммен келдім. Замандас, қиын болған екен. Иманы жолдас болсын. Менің бір балам, 2 немерем бар еді. Мен де бұл жерге өз аяғыммен келдім. Әже! Отам, не істеп жүрсің сен бұл жерде? Біз сізді алып кетуге келдік. Замандас, бұл менің немерем. Жолың ашық болсын. Әкем келе жатыр. Қалайсыз? Анашым, өтініш, мен кесіріңізші, өтініш, анашым. Мен сізді қарттар үйіне апарғым келмеді. Бірақ аман нешік, жағдай солай болды. Анашым, өтініш, кешіріңізші мені. Анашым, кешіріңізші бізді. Қарты бар еді, қазынасы бар деген ғой. Кешіріңізші бізді. Өтініш. Балалар, мен сендерді қалай кешірмеймін? Ана деген баланы кешірмеуші ме еді? Замандас, бұл менің немерелерім. Енді мен кетейін. Сен бізбен жүрсең қалай кетеді? Я, дұрыс, жүріңіз. Балам, енді сенде 2 әжең болады. Сіз де менің анам боласыз. Жүріңіз. Жүріңіз.